Сәлем достар, бүгін мен сіздермен қатпарлы қамырдан жасалатын жаңа жылдық шыршамен бөліскім келеді. Ол үшін бізге қатпарлы қамыр мен шоколадный паста ғана қажет болады. Қамырды мен екіге бөліп алдым. Енді осыны жұқалап жаямын. Қамырды жасаған кезде маргарин емес, кәдімгі сары майды қолданамыз қыздар. Өйткені дәміне әсер етеді. Сонымен қатар нанымызды жұқа қылып жаюымыз керек. 3 мм-дан қалың болмау керек нанымыз. Нанымызды жұқалап жайдық. Енді табамызға салып, шыршаның суретін белгілеп аламыз. Одан кейін сол бойынша кесіп шығамыз. Мінекей кесіп алдық. Енді сыртындағы артылған қамырларды алып тастап, одан басқа нәрселер жасауымызға болады. Мысалы, рогалики пісірсек болады. Енді осыған шоколадный пастамызды жағамыз. Өте қалың болып кетпеу керек ол да. Өйткені піскен кезде сыртқа ағады. Толықтай жағып болдық. Енді қамырымыздың екінші бөлігін тура солай жұқалап жайып шығамыз. Міне бетіне екінші қамырымызды қоямыз. Егер қамырымыз жұқа жайылған болса, осы кезде шоколадтың белгісі көрінеді. Сол бойынша екінші қамырды да кесіп аламыз. Сыртқы қамырларын алып тастаймыз. Енді осы видеодағыдай 2 сантиметрден осылай шыршамызды бөліп шығамыз. Қамырымыздың ортасына тиіспейміз, солай қалады. Енді осылы кесілген бөліктерді бір бағытта қарай айналдырып бұраймыз. 2-3 рет айналдырып бұрасаңыз жеткілікті болады. Осылай барлығын айналдырып болғаннан кейін жұмыртқаның сарысына аздап бір қасықтай сүт қосамыз да бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Осы кезде духовкамызды қыздырып қоямыз. 180 градуста 15 минут қызарып, әдемі болып піскенше духовкаға салып пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Шыршамыз өте дәмді, қатпарлы қамырымыз жұмсақ, дәмді болып шығады. Видеоны аяғына дейін көріп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жаңа жылдық мерекеде осы тәттіні үйіңізде жасап көрсеңіз болады. Өте дәмді шығады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Асымыз дәмді болсын.